Қуаты 600 ваттық электр пешінің 5 минутта тұтынатын энергиясы. Мысалы, бізде бір пеш болсын. Бұл пештің бір жасайтын жұмысы қуаты бір П болсын. То есть бұл пештің жасайтын жұмысы осы қуатқа байланысты болады. Егер біз мысалы бұл пештің үстіне бір чайникті қоятын болсақ, және бұл чайникті қайнату үшін кететін уақыт 5 минут болатын болса, бұл пештің жұмсайтын энергия мөлшері біз мына формула арқылы табамыз. Бұл жердегі П бізде 600 ваттқа тең. Ал Т бізде 5 минут. Ендіше, Т 5 минут болатын болса, ол секундқа айналдыратын кезде ол бізге 300 секунд береді. Ал енді жасайтын жұмыс бұл кездегі П көбейту Т, ол бізге қайтадан 600 көбейту 300-ді береді. Бұл кезде жауабымыз 18,4 дәрежесіндегі джоуль болады.